Таза Қазақстан, таза өлке, қоқыссыз қала. Мұның бәрі шаһар аумағын қоқыстан тазарту үшін ұйымдастырылған іс-шаралар болатын. Иә, қаламыздың көп жері қоқыстан арылып, бір тазарып қалғанымыз жалған емес. Десек те, шаһар ішіндегі үйінді қоқыстар қаланың әр бұрышына төгілуде. Мысалы, тұрғындар арасында жолдың асты атанып кеткен Бекзат мөлтек ауданында орналасқан Қазақ-Орыс моласының айналасы, сондай-ақ екі ықшам ауданды бөліп тұрған Жарылқапов көшесінің бойы да мәз емес. Тіпті қаланың қақ ортасында орналасқан Президент саябағының дәл тұсы да ауыз толтырып айтарлықтай халде. Біздің білетін ең ірі қоқыс қалдықтары шашылып жататын аумақтар осы болатын. Дегенмен бұл тізім қайта жаңарды. Журналистік зерттеу барысында жаңа қаламыздың дәл тұсынан қоқыс қалдықтары мен арам өлген ит терілері және үй жануарларының дене қалдықтарын да кезіктірдік. Тіпті аталған аумақты арнайы қоқыс қалдықтарын жинайтын орынға айналдыру жоспарда бар секілді. Себебі бір емес бірнеше жүк көлігі еркін кіріп шыға алатындай кеңдікте қазылған мына жердің ішін қоқыспен ғана толтыруда. Осындай олқылықтарды көріп, аталмыш акцияның біздің шаһарымызға келіп жатқан пайдасынан зияны көптей көрінеді. Ержан Смағұл, Жаңа Тұран, анық ақпаратпен жедел жаңалық.